Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Манапова Салтанат Серікбекқызы. 5 баланың анасы. Көп балалы отбасы болғандықтан осы салиқалы ұрпақ қорына өзім өтініш жаздым. Карантин кезінде продуктаға қысылып неған кезде барып өзім естіп, сөйтіп бардым. Апрель айынан бері осы жылдың салиқалы ұрпақ қорынан азық-түлік себетін аламын. Ол кәдімгідей үлкен көмек болды бізге, отбасымызға. Сол қордың арқасында шүкір продукта сатып алмаймыз, бір айға толық жетеді. Картошка, сәбіз, сұйық майға шейін, тұзға шейін бәрі қамтамасыз етілген. Кәдімгідей үлкен көмек алып жатырмыз. Мен тамыз айынан бастап осы тігінді бастадым. Өзім машинка сатып алдым, осы құрастырған, жинаған ақшамнан. Содан жаңағы көршілерім бар, біреу подгонка бізде жақын ара жерде жоқ, сол үшін маған келеді. Қысқартып берші, бір-екі неғаннан кейін перде тіге бастадым, жаңағы көрпелер тіге бастадым. Негізі жаңа сұраныс болғаннан кейін мен өзім тігінді өзім ары қарай қызығып, солай өзіме де бір дүниелер тіктім. Мысалы көйлек керек болады, базардан сатып аламыз ғой, сол ақшаны үнемдеп, одан мата алып келіп, содан өзім тігіп, қыздарыма да көйлек тігіп беріп, сол керегімізге не қылатырмыз. Осы тігінді өзім бұрыннан қызығатынмын, бұрын бала күнімнен анам тігетін үйде. Содан өзім бәрі 5 қыз болғандықтан, кейін қыздарыма да бір үлесімді қосайын, мүмкін біреу бірдеңені алып кетеді дегендей. Ана көрген том пішер дейді ғой, сол сияқты бір іс бастасам деп өзім армандайтын. Содан карантин кезінде өзім жаңағы мастер-класстар алып, содан көйлектер тігіп, кішігірім үйден шыға алмаймын, балалар тастай алмаймын, содан үйде отырып та тірлік істеуге болады екен. Енді мына инстаграмнан жаңағы парақша ашып, содан бір жүргізіп, тірлік алға қарай бір не қылғым келеді. Үлкендеу бір помещение жалдап па, бір тірлік бастағым келеді. Әлі де мақсаттарым көп. Сол бір жетістікке жетсем деген арман. Осы салиқалы ұрпақ қорына үлкен алғысымды айтамын, және де ағамызға үлкен рахметтерімізді айтқымыз келеді. Көп балалы отбасыларды өстіп қолдап, көп көмек беріп жатсыздар. Отбасымыздың атынан және де барлық аналардың атынан рахмет айтамын.